Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Алмагүл. Бүгін өте әдемі, жұмсақ болып шығатын кішіміш қосылған пирог жасайтын боламыз. Бірінші жасағаннан-ақ сәтті шығатын рецепт, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге қажетті заттар: жұмыртқа, қант, айран, сұйық май, қопсытқыш, ұн, кішіміш. Ең алдымен жұмыртқаның үстіне шым-шым тұз салып, 1-2 минут миксермен араластырып аламыз. Одан кейін қантты салып 5-6 минут араластырамыз. Енді үстіне сұйық май мен айранды қосып араластырып, ұнды 2 бөліп салып араластырамыз. Онымен бірге қопсытқыш саламыз. Енді қамырымызды табаға құйып, бетіне кішімішті сеуіп шығамыз. Одан соң қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын, жұмсақ, әдемі, дәмді болып шығады. Видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.